Assalamu alaikum dostlar. Biz бүгін Artcam 2012 жылғы версиясында мынадай фрезаларды қалай жүктеп орнатуға болатындығын көрсететін боламыз. Artcam 2012-ге кіреміз, инструменттер базасын басамыз. Бұл жерде инструменттерді қосу деген бар. Бұл жерде добавить инструмент. V-образный. Диаметрі бізде 32, градусы 90 градус. Шаг 5. Оған бір жазайық, бұл 90 градустық фрезаға көп керек емес. Бұл жерде частота дейді, айналу жылдамдығы 20 мың. Әр қалай станоктарда әртүрлі болады. 20-24 мың, 18 мың, 15 мың, 10 мың деген сияқты. Жұмыс жылдамдығы 3500. 3500 90 градус деп жазамыз. Инструментіміз қосылды. Екінші инструмент қосайық. Бұл жерде бізде мына фрезаны қосайық. Фасонный 3 талдаймыз. Диаметрі. Үлкен диаметрі бізде 10 десек. Радиусы 5 деп жазамыз. 5 деп жаздық. Ішкі диаметрі 2 дейік. Диаметрі 12, радиусы 5. Бұл жердің диаметрі 2. Бұл жерде 1 деп жазамыз. Бұғанда маңызды емес. 20 мың. 3500. 3500 жаздық. Бұл жерде атын жазамыз. Диаметрі 12, радиусы 5. Түсінікті ғой. Сосын окей дейміз. Жазылмаған. Шаг Z 2 деп жазайық. Окей. Екінші инструментіміз қосылды. Үшінші мынадай фреза. Яғни 3 күр баса. Добавить инструмент басамыз. Сосын сфераны басамыз. Фасонный 3. Диаметрі 12 десек, радиусы тура осының жартысы болады. Сонда осылай шығады. Түсінікті ғой. Шаг Z 3 жазайық бұл жерге. Бұл жерге 1 деп жазайық. Маңызды емес. 20 мың. Айналу жылдамдығы 3500. 3500. Бұл жерге атын жазамыз. Диаметрі 12, радиусы 6. Окей дедік. Енгізілді. Келесі фреза. Бұл көбінесе 3D жасауға арналған сызбаларды. Ол үшін біз мынаған кіреміз. Бұл жерде мынадай зат бар. Диаметрі. Бастапқы диаметрі бізде 8. Диаметрі 8. Градус 7. 3'te 5 yazarız. Radius basınınkı 1,5. 1,5. Şak Z 30 deyip yazayıq. Бұған біз 0,1 deyip yazarız. Aynalı жылдамдығы 20 мың. Жарым. Бұл жерге есімін диаметрі 8. Радиусы 1,5 деп жазайық. Сақтадық.
Uzunluğu 40. Okey. Instrumentimiz eнгізілді. Келесі сферальный фреза. Burada 3D өңдеуге арналған 8-4 дейді. Ол үшін біз инструмент кірдік. Диаметрі 8. Диаметрі 8. Шаг 3 деп жазайық. Қалай ыңғайлы, солай жазасыз бұл жерге. Бұл жерге де 0,3 деп жазайық. Айналу жылдамдығы 20 мың. Жұмыс жылдамдығы 3500. Егер де сізге тап-таза қылып шығару керек болатын болса, бұны азайтуыңызға болады. 0,2, 0,1, 0,3-ке дейін 0,1 бола береді. Бізге 0,3 керек. Окей деп жаздық. Сферальный фреза енгізілді. Келесі концевой фреза. Диаметрі 8 болатын. Инструмент, сосын концевой фреза. Бұл жерге диаметрі 8 деп жаздық. Диаметрі 8. Шаг 5. Бұл жерге 2,5-3 берейік біз. 20 мың. 3500. 3500. Doğru осылай. Диаметрі 8. Окей дедік. Инструмент кіргізілді. Осылай. Мынада сондай.